Баршаңызға сәлем. Мен сіздерге 15 минутта дайын болатын кекстің түрін ұсынамын. Кекстің құрамына бізге қажет жұмыртқа, шекер, айран, сары май, корица, ұн, ванильный сироп қажет. Біз ең әуелі жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап араластырып аламыз. Артынан бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып, артынан айранды құямыз. Сосын жақсылап араластыра отырып, біз ұнымызға алдын ала разрыхлительді араластырып, шетінен салып, венчигімізбен араластыра отырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң, біз егер қаласаңыздар корица қоссаңыздар болады. Сосын ванильный сироп қосыңыздар. Жақсылап араластырып, қоспамызды майланып дайын тұрған формамызға саламыз. Салмамызды құйып, дайын тұрған 180 градуста пешімізге салып 15 минутқа қоямыз. Дайын болған кексіміздің түрі өте әдемі, жұп-жұмсақ. Астарыңыз дәмді болсын.